Мен Абай Құнанбайұлы. Мен 1845 жылы Семей өңіріндегі Шыңғыс тауларында дүниеге келдім. Мен қазақ халқының рухани дамуына үлес қостым. Өлеңім, прозам және аудармаларым арқылы ұлтты білімге, еңбекке, бірлікке шақырдым. Өмір бойы халқымның санасын оятып, жастарды ғылым мен білімге жекелуді мақсат еттім. Қара сөздерінде мен адамгершілік, еңбекқорлық, имандылық пен әділдік туралы жаздым. Пушкин, Лермонтов, Крылов сияқты орыс классиктерін қазақ тіліне аудару арқылы халқымды әлем әдебиетімен байланыстырдым. Менің мұрам қазақ руханиятының іргетасы. Жазған әрбір өлеңім мен прозамның басты мақсаты ұлтқа пайда әкелу, келер ұрпаққа жол көрсету болды. Өлеңдерімде мен қоғамдағы кемшіліктерді сынап, жастарды білім алуға, еңбекқор болуға, әділдікті ұстануға үндедім. Ғылым таппай мақтанба, ақыл, жүрек, қайрат сияқты шығармаларым арқылы адам болудың шынайы жолын көрсеткім келді. Сондай-ақ табиғаттың сұлулығын, махаббат сезімін жырлап, оларды қазақтың жүрегіне жақын етіп жеткізуге тырыстым. Менің прозам, яғни қара сөздерім халқыммен сырласуым, жүрегімдегі шындықты жеткізу жолым болды. Оларда мен адам мінезі, қоғамның жай-күйі, ұлттың болашағы туралы ой толғадым. Қазақ халқы жаңа жолға, жаңа ойға бет бұрса екен деп тіледім. Сондай-ақ орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аудару арқылы халқымды әлем әдебиетімен таныстыруды мақсат еттім. Пушкин мен Лермонтовтың шығармаларын өз тілінде сөйлету арқылы қазақ оқырмандарына жаңа ойлар жеткізуді көздедім. Барлық еңбегімді халқымның өркендеуіне, білімді, озық, ағартушы болуына арнадым.